Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге мен Айжан Жұмаділдақызы. Бүгін мен сіздермен бірге остеоартроз ауруын талқылайтын боламын. Ең алдымен каналдың дамуы үшін каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Остеоартроз ауруында буындар шеміршегі ыдырап жойылады. Әсерінде сүйек беттері жалаңаштанып қалады. Физиологияда остеоартроз жалпы жасы 60-тан асқан адамдардың барлығында кездеседі. Ал оның ерте басталуы патология болып табылады. Остеоартроз себептері ішкі және сыртқы әсерлер факторы болып екіге бөлінеді. Ішкі факторларға артық салмақ, эндокриндік жүйенің бұзылысы және метаболизмдік бұзылыстар жатады. Ал түрлі травмалар мен уланулар, физикалық ықпалдар, яғни ыстық-суық бұл остеоартроздың сыртқы факторлар әсері. Остеоартроз қалай дамиды деген сұраққа жауап берейін. Жалпы сау шеміршек беті тегіс, жылтыр және арнайы сұйықтықпен майланып отырады. Шеміршек өте мықты құрылым. Сондықтан қандай салмақ түссе де ол езілмейді. Құрамында негізгі затының 70%-ын су құрайды. Судың молдығы осы салмақ түскендегі езілуден сақтап тұрады. Остеоартрозда жоғарыда аталған түрлі себептерден шеміршек уақытынан бұрын тез қартаяды. Ал аурудың басты белгісі буындардың механикалық ауырсынуы. Ол деп отырғанымыз, яғни салмақ түскен кезде, сіз жүрген кезде пайда болатын ауырсынулар. Буындардың ауруы күні бойы жүріп тұрудан кешкі уақытта ауырып, яғни түнгі тыныштық жағдайында басылады. Және тағы бір ерекшелігі, буындар алғашқы қадамдар жасағанда ауырып, ауру басылған соң адам жүрісі қалыпты жүріске ұқсап кетеді, дұрысталып кетеді. Сонымен қатар буындар салқын тисе, ауа райы нашарласа, салмақ түссе сыздап, кейде кеміріп тұрғандай ауырады. Кейбір науқастарда буындар сіресіп қалады. Яғни ол жергілікті қан айналым бұзылысынан осы тіндердің гипоксиясы пайда болып, соның әсерінен дамиды. Бірақ сіресіп қалу 30 минуттан артыққа ұзамайды. Емдеуіне келетін болсақ, оның негізгі мақсаты ауырсынуды басып, шеміршектің бұзылысына жол бермеу және күш түсуін сіз өзіңіз жеңілдетуіңіз қажет. Видео соңына дейін менімен болғандарыңызға үлкен рахмет. Осындай медициналық ақпараттар шығып тұрғанын қаласаңыз, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Егер жеке сұрақтарыңыз болатын болса, комментарийге қалдырып кетіңіз. Мен жауап беруге тырысамын.